Қайырлы күн, сіз денсаулық нұры арнасындасыз. Бүгін іштегі майды көбейтетін 7 күнделікті әдет туралы айтатын боламыз. Іштегі май тек сыртқы келбетке ғана емес, денсаулыққа да әсер етуі мүмкін. Ол жүрек, қан тамырлары аурулары, екінші типті қант диабеті және басқа да созылмалы аурулардың қаупін арттырады. Бүгін іш майының жиналуына ықпал етуі мүмкін 7 күнделікті әдетті қарастырамыз. Бірінші, тәтті сусындарды жиі ішу. Газдалған сусындар тәтті шырындар мен энергетикалық сусындардың құрамында қант көп болады. Оларды жиі тұтыну артық калорияны қабылдауға келіп, уақыт өте келе іш аймағында майдың жиналуына ықпал етуі мүмкін. Екінші, аз қозғалу. Күні бойы отырып жұмыс істеу және физикалық белсенділіктің аз болуы энергия шығынын төмендетеді. Күн сайын кем дегенде 30 минут белсенді қозғалу пайдалы. Үшінші, ұйқының жеткіліксіздігі. Тәулігіне 7-9 сағат сапалы ұйқы тәбетті реттейтін гормондардың қалыпты жұмысына көмектеседі. Егер ұйқы аз болса, артық тамақ жеу ықтималдылығы артуы мүмкін. Бірінші белгі – фастфудты жиі жеу. Фастфуд пен ультра өңделген тағамдарда калория, тұз және қаныққан май көп болуы мүмкін. Оларды жиі тұтыну артық салмақтың жиналуына ықпал етеді. Бесінші белгі – стресс. Ұзақ уақытқа созылған күйзеліс кейбір адамдарда тәбетті арттырып, тәтті және майлы тағамдарға құмарлықты күшейтуі мүмкін. Алтыншы белгі – ақуызды аз тұтыну. Ақуыз тоқтық сезімін ұзақ сақтауға көмектеседі. Рационда ақуыз жеткіліксіз болса, жиі ашығу сезімі пайда болады. Жетінші белгі – порцияның үлкен болуы. Тіпті пайдалы тағамның өзін шамадан тыс мөлшерде жеу артық калория қабылдауға әкеледі. Порция көлеміне де назар аудару маңызды. Қорытындылай келе, іштегі май бір күнде жиналмайды және бір күнде кетпейді. Дұрыс тамақтану, тұрақты қозғалыс, сапалы ұйқы және күйзелісті басқару денсаулықты жақсартуға және салмақты бақылауға көмектеседі. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, денсаулық нұры арнасына жазылыңыз. Денсаулық ең үлкен байлық.